қандай локацияда видео түсірген дұрыс, және де ол локацияны қалай іздейміз, немесе қай жерден табамыз. Осы бойынша мен сіздерге бір видео кеңесімді ұсынамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Сәлем достар, сіздермен бірге бүгін инженер-маркетолог өзінің видео кеңестерімен, яғни бүгін сіздерге локация жөнінде әңгіме айтатын боламын. Локация деген ол біздің артымызда тұрған фон, яғни осы мекен жай десек те болады. Енді мен сияқты YouTube-ға видео түсірем деп шетел асып кетіп, осы Анталияға келудің қажеті жоқ. Өйткені менің айтып жатқан тақырыптарында айтылып жатқан тақырыпқа ұқсас локациялар жоқ. Сондықтан егер сіз өзіңіздің видеоларыңызға қандай локация іздеймін десеңіз, және де студияға барып түсірсем десеңіз, немесе студияда арендаға ақшаға сатып алып, сол жерден видео түсіру керек болатын болса, соған басыңыз қатып жүретін болса, қай жерде түсіреріңізді білмей жүрсеңіз, онда осы кеңес пайдалы болады деп ойлаймын. Өйткені көп видео түсірген кезде локация іздейтініміз бар. Ол жасыратын ештеңесі жоқ, ол бәріне шындық. Яғни қай жерде түсірсек болады. Ең бірінші локацияны ол сол тақырыпқа сәйкес жерде болған дұрыс. Мысалға, егер әдеттегідей айтатын мысалым ол тамақ пісіретін, торт пісіретін, немесе тағы бір нәрсе болатын болса, онда кухня болған дұрыс. Яғни оны студияға барып, тағы басқа бірдеңе жерден алып, оның қажеті жоқ. Сондықтан простой үйдегі кухня, немесе бір стол деген сияқты. Содан кейін екінші бір кеңес бұл студияға сатып алып, ол жерден студияның өзінде де өзінің сәйкес бір форматтар болады, яғни өзінің ерекше бір стилі болады. Әр студияда, фотостудияда залдар болады. Яғни ол негізі видео түсіруге емес, ол фото түсіруге арналған залдар. Яғни адамдар ол жерге фотоға түсіруге барады. Соны ескеру керек, ол жерге барып ақша шығындалып, ол жерге түсірудің әдеттегідей маңызы қатты емес. Көрерменге сіздің беріп жатқан дүниеңіз өте сапалы болатын болса, онда ол локацияның қатты әсері болмайды. Бірақ та өзіміздің қалауымызша, өзіміздің видеоларымызды әдемі жерде тұрғанды бәріміз қалаймыз, ол шындық. Сондықтан да мен осы жерге келіп түсіріп отырғанымда бір әдемі локация. Бұл жерде түсіру бәріңізге бұйырсын. Енді соңғы нақты түйіні, бұл сіздің каналыңыз қандай тақырыпқа сәйкес, яғни қандай тақырыпта әңгіме айтасыз, қандай ақпарат беріп жатырсыз, соған сәйкес локация іздеңіз. Мысалға, егер сізде құрылысқа байланысты, ағаш өнеріне байланысты болатын болса, онда бір шеберхана, немесе құрылыс алаңы. Екінші медициналық канал болатын болса, онда бір медициналық бөлме, немесе бір түсті фонға түсірсеңіз болады. Және де егер сіз жеке блогер болатын болсаңыз, трендтегі әңгімелерді айтатын болсаңыз, онда сізге қатты ойланып қажеті жоқ, оған жасыл фонға түсірсеңіз болады. Яғни жасыл фонға түсу арқылы сіз артына кез келген бейнені қоя аласыз. Соны ескеру керек. Жасыл фонға түсірген кезде де сіздерде өте көп қателіктер болады. Мысалға, менің басымнан жиі өтетін еді. Ол светтің дұрыс қойылмауы. Яғни жасыл фонға түскен кезде артында көлеңке болмау керек, және де тағы басқа бетке дұрыс свет түсу керек. Соны ескеру керек. Сондықтан жасыл фонға түсер алдында светті дұрыс қойып алыңыз, немесе свет бойынша YouTube-тан біліміңізді жетілдіріп алыңыз. Ал енді егер жасыл фонға түспеймін десеңіз, онда бір қабырғаға әдемі бір обой жасап қойсаңыз болады, немесе тағы бір детальдар іліп қойсаңыз болады деген сияқты. И соның алдына тұрып алып видео түсіру керексіз. Енді қараңыздар, видеоны түсірген кезде сіздер полный рост алмау керексіздер. Яғни видеоны сөйлеп жатқан кезде мен мысалға аяғымның астынан, полдан үстіме дейін алатын болсам, онда сіздерге дөрекілеу көрінеді, немесе сіздің қарау жатқаныңызға байланысты өте нашар қабылданады. Сондықтан неғұрлым барынша видеолар жақын болу керек. Яғни сіздің денеңіз беліңізден жоғары болған дұрыс. Өйткені
YouTube'да 80% телефонмен қарайды. Өзімізде телефонмен YouTube'ға кіріп әрдайым видеоларды қарап отырамыз. Ол жерде бізге алыстан түсірілген видео болатын болса, біздің көзімізге ауыру бар. Сондықтан біз ол видеодан жылдам шығып кетуге асығамыз. Ал егер видеода жақын болса, белден жоғары, төстен жоғары, бас болатын болса, эмоциялар жақсы көрінетін болса, онда ол видеоны соңына дейін қараған келеді. Яғни қарауға деген сөлің бөлінеді. Сондықтан ескерген жөн, қандай локация болсын болмасын, ол сіздің тақырыбыңызға сәйкес болу керек. Құрғанда арттағы фон бір түсті болу керек. Және де видеодағы сіздің бейнеңіз, көрінісіңіз белден жоғары болған дұрыс. Крупный планда алыңыз камераға. Болды, осымен кеңестерім бітті түсірілімге қатысты. Алдағы уақытта тағы да шығып қалуы мүмкін. Сондықтан егер видео ұнаса, видеоның астына комментарийға плюс батырмасын басып кетіңіз. Мен кері байланысты күтемін. Сау, саламатта болыңыздар.